Интернет дегеніміз не? Оның қандай мүмкіндіктері бар? Интернеттің ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін әлемдік желі екендігін төменгі сыныптарда өткен болатынбыз. Ол дүниежүзілік ақпараттар кеңістігі қызметін атқарады. Ағылшынша интер бүкіл әлемдік, нет желі дегенді білдіреді. Интернет бүкіл әлемдегі миллиондаған компьютерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі. Интернет бүкіл әлемдік тұтынушыларды бір-бірімен байланыстыратын деректер қоймасы жинақталған ең ауқымды желі түрі. Интернет қызметтердің бірі World Wide Web. Компьютердегі деректер мен құжаттарды мультимедиа элементі, яғни видео, аудио бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор. Интернеттен көптеген пайдалы, қажетті ақпараттарды табуға болады. Интернеттің жедел дамуына байланысты желіде жұмыс істеуге арналған көптеген қызметтер мен программалар пайда болды. Интернет желісінде жұмыс жасау үшін браузер программалар қажет. Браузер ағылшынша browse, парақтау, қарастыру программалары көмегімен World Wide Web жүйесімен сұхбат құрылады. World Wide Web серверлері мен интернет ресурстары арасында қарым-қатынас жасайды. Ең көп тараған браузерлер Google Chrome, Microsoft Edge, Яндекс, Opera, Safari, Mozilla Firefox. Сен интернеттің зиянды жақтары да бар екенін білесің бе? Интернеттің зияны. Интернеттің пайдалы жақтарымен бірге жұмыс істеудің қауіп-қатері, зиянды тұстары да бар. Бұл жайлы әрбір қолданушы жақсы білуге тиіс. Информатика кабинетінде ғана емес, үйде де интернетпен жұмыс істегенде мұны естен шығармаған жөн. Интернетте сенің жасыңа сай келмейтін зиянды ақпараттар да болуы мүмкін. Алаяқтар өз мақсатына пайдаланбау үшін адамның жеке басына қатысты мәліметтерді жазуға болмайды. Интернетке үнемі жүгінуге дағдыланған кез келген қолданушы оған тәуелді болып, айналасындағы болып жатқан жайттарға мән бермей қалуы да мүмкін. Адамның қозғалысы азайып, таза ауада серуендеуі де шектеледі. Бұл адамның денсаулығына, басқалармен қарым-қатынасына кері әсерін тигізуі мүмкін. Мұның бәрі интернетке тәуелді болып, өз уақыттарын пайдалы істерге емес, әртүрлі әлеуметтік желіге мақсатсыз кіруге немесе ойындар ойнауға жұмсайтын жандар үшін өте қауіпті. Сондықтан әрдайым компьютерді қолдану барысында барлық жұмыс істеу ережелерін сақтаған дұрыс. Біреудің жұмысын көшіру заңсыз әрекет екенін білесің бе? Интернеттегі және кітаптардағы ақпараттың өз иесі, яғни авторы болады. Интернеттен ақпараттарды көшіру заңсыз әрекет. Сондықтан ақпаратты алғанда оның басқа адамның еңбегі екенін ұмытпауымыз керек. Міндетті түрде оның авторын көрсетіп отыруға тиіспіз. Плагиат деген не? Плагиат өзгенің туындысын рұқсатсыз иемденіп кету, автордың туындысын немесе оның белгілі бір бөлігін заңсыз меншіктеу және қолдану. Плагиат болмау үшін жұмысты жасау барысында қолданылған ақпараттардың авторын көрсету қажет, немесе материал алынған интернет ресурстарының адрестерін жазу керек. Авторлық туынды заңмен қорғалады. Плагиаттың түрлерін қолдану аясына қарай академиялық, журналистік және күнделікті деп шектеуге болады. Көп тараған плагиатқа мәтін мен жекелеген сөйлемдер,
ой, идеялар шығармада суреттелген фактілер жатады. Автордың рұқсатынсыз ешбір өнімді ақпаратты қолдануға, таратуға, немесе интернет желісінде жариялауға болмайды. Авторлық құқықтың екі түрі бар. Яғни авторлық құқық, жеке құқық, мүліктік құқық болып екіге бөлінеді. Интернетте жұмыс істеу барысында ескерілетін қауіпсіздік ережелері. Пароль орнатылған ақпараттарды бұзуға ешқашан әрекет жасама. Сенімділік. Интернеттегі мәліметтердің бәрі бірдей ақиқат емес. Сайттардағы ақпараттардың барлығы дұрыс деп есептеуге болмайды. Әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіні қолданғанда абай бол. Хабар алмасқанда қарым-қатынас мәдениетін сақтау қажет. Жауапкершілік. Интернетке салынған ақпараттарды кез келген адам оқи алады.